Сәлем достар, бүгін біз сіздермен компот дайындаймыз. Ол үшін бізге керек алша, қатырылған, шие, алма балалардан қалған, және слива, алхорая, лимон, сосын каркаде. Каркаде түс береді бізде. Және 250 мг сахар, яғни песок, тәтті құмшекер. Осылардың барлығын ыдысқа алып, кезегімен орналастырамыз. Бірінші алхорымызды, лимон, каркадемізді орналастырып, одан соң алшаны, алманы, балалардан қалған, және жуылған шиені. Шиені біз жазда қатырып, ыдыстарға салып аламыз. Қыс бойы осындай шие жоқ уақытта компот дайындап ішеміз. Осы аталған заттың барлығын газға қойып, үстіне су құямыз. Қатты толтырмаймыз, себебі қайнаған кезде тасып кету қаупі бар. Осындай жидектерді, шие, алхорыңыз бар, яғни сливаңыз, барлығын қатырып алсаңыз, бағасы арзан кезде, мезгілі уақытында, осындай қысқы уақытта, осындай фруктылар тапшы кезде, яғни жемістер жоқ кезде компот барлығын қайнатып ішсеңіз, нағыз витамин осы болмақ. Көктемде адам әлсірейді ғой, сол кезде балаға берсеңіз, бұдан артық витамин жоқ. Енді ыдысымыздың астын қатты қосып, қатты қайнатамыз. Қайнау үшін бетін жауып қоюды ұмытпаймыз. Қайнаған кезде толықтай қайнағанын күтеміз. Егер арада әлі толық қайнамаған, қазір қайнағанын күтіп, жақсы қайнаған кезде құмшекерімізді салып араластырамыз. Дәмін көріңіздер. Егер аз болса, тағы тәтті салсаңыздар болады. Ал егер дәмі жақсы болса ойыңыздағыдай, онда одан артық қосудың қажеті жоқ. Осылай жақсылап тұрып қайнатамыз, және бір қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Тасып кетпесін. Жақсылап қайнаған неміздің астын өшіреміз. Және суытуға қоямыз. 1 сағат жақсылап суыған соң, ыдыстарымызға құйып орналастырып аламыз. Себебі бұның ішіндегі жидектеріміз, фруктыларымыз барлық ылғалды бойына сіңіріп алады. Сондықтан сүзіп құйып алғандарыңыз дұрыс. Бізде енді мына жерде 1 сағат суыды. Мен ыдыстарыма орналастырып жатырмын. Осыны одан әрі тоңазтқышқа салып, салқындатып қойсаңыздар болады. Менде мына компоттан 2 литрлік ыдыста, мына кувшинге және мына ыдыста осыншама компот шықты. Бұны одан әрі салқын жерге, не болмаса холодильникке қойып, одан әрі салқындатып іше берсеңіздер болады. Ас болсын!